Қайырлы күн баршаңызға, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 3-ші күнінде сіздермен осындай кереметтей кешкі астың рецебімен бөлісемін. Ол үшін етті осылай жапырақшалап, ірілеу етіп жұқалап турап аламыз да үстіне бір ас қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырып 25-30 минутқа қалдырамыз. Егер сіздердің еттеріңіз қатты тұздалған болса, 5-10 минутқа қалдырсаңыздар да жеткілікті. Одан кейін қызып тұрған тападағы майға етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Еттің өз сөлінде қуырылғаны жақсы. Осылай жақсылап араластырып, біркелкі етіп табаның түбіне орналастырамыз да, бетін жауып 10 минутқа қуыруға қалдырамыз. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, өздеріңіздің құрбыларыңызға, достарыңызға төмендегі поделиться батырмасын басып, бөлісулеріңізді сұраймын. Одан кейін 2 пиязды алып, осылай ірі етіп, видеодағыдай етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін пияздардың арасын ашып, жапырақшалап қойып қоямыз. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп, жеке-жеке жасау маңызды. Пиязды дайындап алған соң, келесі кезекте қазандағы етімізге кірісетін боламыз. Етті 10 минут қуырылғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып, бір көретін боламыз. Мінекей осылай суы шығып қуырылады. Тағы да осылай жаңағы бастапқы күйінде, яғни ақырын отта осылай қуырып алу керек. Негізі еттің өз сөлінде қуырылғаны жақсы. Одан кейін тамағымызға қосатын осы бұрыштарымызды ірі етіп жапырақшалап турап аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, осылай ірі-ірі туралғаны жақсы. Құрметті ханымдар, өз қалауларыңызға қарай бұл тағамға сары түсті, қызыл түсті, жасыл түсті, немесе үйдегі мұздатқышта қатырылып тұрған осындай бұрыштарды да қолдануға болады. Міндетті түрде осы бұрыштарды, осындай тәтті бұрыштарды қолданған абзал, өйткені тамақтың ерекше дәмін келтіретін осы тәтті бұрыштар. Келесі кезекте осылай жасыл түсті бұрыштарды да осылай турап аламыз. Мінекей байқасаңыздар, бағанағыдай емес, біздің етіміздің суы тартылды. Қыздар, сіздерге осы рецепт ұнаған болса, төмендегі поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі кезекте біз қасына күрішпен ұсынатын боламыз. Күрішті осылай бірнеше мәрте, бірнеше қайтара кірі кеткенше жууға кеңес беремін. Қыздар, міндетті түрде күрішті гарнирге ұсынатын кезде осылай бірнеше қайтара жуу керек. Суы мөлдір түске енгенше, тазарғанша 5-6 рет жууды ұсынамын. Сол кезде біздің күрішіміз шашыраңқы болып пісетін болады. Келесі кезекте қызып тұрған майға күрішті салып, бірден біз гарнирге дайындай береміз. Күрішті салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, үстіне қалауымызша дәміне қарай тұзды салып, тағы да араластырып қойып қоятын боламыз. Мен мына жерде 3 кесе күрішке 2,5 кесе ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Міндетті түрде күріштеріңіз шашыраңқы болып піссін десеңіздер, осы ережелерді сақтаңыздар. Майды қатты қыздырып, күрішті бірден саламыз да, және қайнап тұрған ыстық су құю міндетті. Мен 3 кесеге 2,5 кесе су құйдым. Қыздар, міндетті түрде осылай ұсынып көріңіздер, өте жақсы. Немесе өз қалауларыңызға қарай картоп пюресімен ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте, мінекей, осылай біркелкі қайнағаннан кейін қазанның бетін, қақпағын жауып, оттың астын ақырынға қойып, 25 минутқа қалдырамыз. 25 минутта біздің күрішіміз дайын болады. Мінекей, 20-25 минуттан кейін бір кесе ғана ыстық су құйып, осылай біркелкі етіп қоямыз да, 5 минутқа тағы қалдырамыз. Одан кейін тәтті бұрыштарымызды салып, араластырамыз. Біздің тағамымыз дайын болуға жақын қалған кезде ғана осы тәтті бұрыштарды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, тәтті бұрыштарды салдым. Енді бір 7-8 минутқа бетін жауып қалдырамын. Сол кезде, тағамды жеген кезде тәтті бұрыштар
ушундай кытырлак болуп туратын болады. Міне соңунан тагы да 1 кесе суу куюп коюп коябыз 7-8 минутка. Өтө дәмдүү болот. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Күрүч сондай шашыраңкы болуп пишти. Каналга тиркелүүнү унутпаңыз.